Менің аты жөнім Жарқынай Мүсілімқызы. Осы кітапхана саласында 18 жылдай қызмет жасаймын. Ғылыми әмбебап кітапханасында 3 жылдай уақыт болды жұмыс қызмет жасап жатқаныма. Осы кітапхана саласына ең бірінші Тәттімбет атындағы өнер колледжін бітірдім. Сол бойынша практика жүзінде бізді кітапханаларға жіберді. Сол бойынша осы салада қалып қойдым, қызметкер болып. Оқырмандардың сұраныстарын қанағаттандырамыз. Ол кісілерге жаңадан келіп түскен кітаптармен таныстырамыз, жаңа кітаптармен. Және де жаңа кітаптарға оқырмандар тапсырыс береді. Сол бойынша да жұмыс істейміз. Ауыстырмайым деп ойлаймын. Осы қызметім өзіме ұнайды. Енді жұмыс болғаннан кейін әр мамандықтың өз қиындығы болып тұрады ғой. Бірақ бізде осы кітапхана бойынша қиындықты жеңе білу керек. Әркім өзіне қызмет жасағанда сенімділікпен қарау керек. Жақсы білікті маман болу үшін әр қызметкерлер өзіне сенімділік артып, сол қызметін сүйе білу керек. Кітапхана саласы бойынша жастарға ақыл кеңесім. Жақсы білікті маман алу керек. Кітапханашылық ісін жақсы меңгеріп, оқу керек деп ойлаймын. Өмірлік ұстаным енді бізде өз-өзімізге білімді болу, келешек жас ұрпаққа үлгі болу, жұмыс істеуге ынталандыратын, бізде жаңағы оқырмандардың сұранысы ынталандырады. Мен келешек болашақ жастарды осы кітапхана саласы бойынша жұмыс істеуге шақырамын. Біздің салада өте жақсы дамыған, және де біздің кітапхана қорында өте көптеген жаңашыл кітаптарымыз бар. Кітапхана жұмысы өте қызықты, және де әр келген оқырмандармен қызықты жұмыс жасай аламыз.